Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер, оқырмандар. Есімім Ерғалиева Айгүл Темірболатқызы, өнертану кандидаты, доцент. Қазақ музыкасының тарихы пәнінен бірінші дәрісті назарларыңызға ұсынамын. Тақырыбы қазақтың көне музыкалық фольклоры, яғни қазақ даласын зерттеген, қазақ музыкасына зер салған ғалымдардың еңбегі бойынша материалдар дайындап, соларды шолып, сараптап, талдау. Қазақ музыкасына қызығушылық 18-19 ғасырда әлем өркениеті ғалымдарын ерекше назарын аударды. Орыстың Левшин, Рыбаков, Виноградов, Сава Большой, тағы да басқа ғалымдармен бірге голланд Бимбойс, неміс Фенник және Эхгорн, поляк филологы, жазушысы Адольф Янушкевич секілді тұлғалардың еңбектері қазір баршамызға мәлім. Қазақ даласына келген саяхатшылар, географтар, тарихшылар, филологтар қазақтың тарихын, тұрмыс салтын, өмір сүру ғұрпын зерттеп зерделей келе, қазақ халқы қайталанбас мұра музыка өнерін туындата алғаны жөнінде дәлелдеп, өздерінің жазбаларының әр күнін, әр сатын жазып, өздерінің елдеріне таратып отырған екен. Солардың бірі поляк жазушысы Адольф Янушкевичтің күнделіктері мен хаттары еңбегін алып мысал ретінде келтіруге болады. Адольф Янушкевич поляк жазушысы, филологы, Варшава университетінің түлегі. Поляк елінде белгілі бір төңкеріске байланысты Ресейге аударылып, содан кейін өзінің алдыңғы қатарлы көзқарастары үшін қазақ даласына айдауда болып, 16 жыл Семей облысында өмір сүрді. 16 жыл ішінде ол әр күнін хатқа түсіріп, өзінің Варшавадағы туған ағасы соған жіберіп отырған. Осы жазбалардың ішінде біз үшін қызықтыратын дерек ол қобыз туралы, яғни қазақтардың бақсы балгерлерге наным сенімі, яғни бақсылық өнерді ол өзінің көзімен көріп, кереметін ойына түйіп, кейін ол тарихи дерек ретінде өзінің қазақ күнделіктері мен хаттар немесе қазақ даласына саяхат деген еңбегінде жазып еді. Сонда ол бақсының кереметін былай деп суреттейді. Бақсы өзінің иығына 4 пышақ қояды, сосын ол пышақты белдікпен байлайды да, белдіктің ішінен бір-бірлеп алып, пышақты ішіне тығады дейді. Сонда бақсының денесінен ешбір қан шықпайды дейді. Осындай бір қазақтың бойындағы сондай бір сиқырлы кереметті көрген ғалым өзінің сондай бір қазақтың данышпандығына, өскелеңдігіне, болашағына нық сенім артады. Бұндай деректер көптеген ғалымдардың жазбаларында кездеседі. Ал енді біз музыка танушылар үшін құнды еңбек әрине музыкалық фольклорды жинақтаушы ғалымдардың зерттемелері. Алғаш рет музыкалық фольклорды аяқтап жүріп зерттеген ғалым
ол әрине Александр Викторович Затаевич. Александр Викторович Затаевич 1869 жылы Варшава, поляк елінде дүниеге келген. Кейін Санкт-Петербургке келіп, сол жерде консерваторияны бітіргеннен кейін қазақ даласын ол 53 жасында ғана көреді екен. Өзінің Орынбор экспедициясына қатысып, қазақ әндері мен күйлерін 23 жыл зерделеудің нәтижесінде өзінің әйгілі қазақтың мың ән, қазақ халқының мың әні деген кітабын жариялайды. Бұл кітап 3 рет басылымнан шықты. Біріншісі 1925 жылы Мәскеуде жарық көріп, Госмусгис баспасынан, яғни бұл орталық баспалардың бірі, сол кездегі кеңестер кезіндегі, сол 1925 жылы кеңестер одағы құрылғанның алғашқы жылдарында жалпы қазақ әндерін Александр Викторович Затаевич әлемге танытты. Бұл еңбек әлем өркениетіне тез тарап, шетел ғалымдары тарапынан үлкен бір пікір, жоғары пікірге ие болды. Бұл еңбекті бағаланған тұлғалардың қатарында орыс композиторы Сергей Рахманинов, теоретик ғалым Асафьев, француз жазушысы Роман Роллан, және тағы да көптеген ғалымдар бұл еңбекке жоғары баға берді. Кеңестік дәуірдің көрнекті жазушысы Максим Горький бұл еңбекті жан-жақты қарап, зерделеп, яғни қазақ халқының сондай бір көп жанрлы, көп функционалды болғанына таң қалып, Затаевичке үлкен жоғары баға береді. Бір 1925 жылы жарық көрген еңбек, менің қолымдағы кітап, бұл 1963 жылы шықты, қайта басылымнан шықты. Міне мынау Затаевичтің суреті. 60 жылы басылымнан шықты, ал кейін тәуелсіздік кезінде 2001 жылы тағы да жарық көрді екен. Бұл еңбектің негізгі құндылығы Затаевич тұңғыш рет музыка танушы ғалым ретінде, нота танитын маман ретінде ол қазақтың бүкіл әндерін хатқа түсіреді. Хатқа түсіріп, жанрлық түрде жүйелейді. Яғни әндердің жанрлық классификациясын жазып кетеді. Яғни бұл не деген? Қазақтың әндері бірнеше түрге бөлінеді. Яғни қазақ халқы туа бітісімен дүниеге келгеннен бастап, соңғы сапарға аттанғанға дейін қазақты ән, музыка көмкеріп отырады деп жазып кетеді. Яғни нәресте дүниеге келгеннен бастап, әрине бала уату, бесік жыры деген әндерінен бастап, содан кейін барып тағы да әр адамның әр кезеңіне сәйкес қазақта ән болғанын жазып, осы кітапқа енгізеді. Соның ішінде әрине көп циклды әндер бұл үйлену тойы кезінде айтылатын әндер. Бұған Затаевич ерекше назар аударып, тоқталып, осы әндердің
стильдік ерекшеліктерін және әндердің қолдану аясын сараптап кетеді, сараптайды. Яғни үйлену той деген кезде әндердің, мысалы үшін, сыңсу әндерінің ерекшелігіне тоқталып, әр қалыңдық өзіне тән сыңсу шығарады екен. Яғни ол ұзатылып бара жатқан кезде тек өзіне тән сыңсуды, яғни өзінің ата-анасымен қоштасу әнін өзі шығаратынына назар аударады. Сонымен қатар қазақта ұжымдық орындаушылық, яғни хормен орындаушылық әндердің болмауына тоқталып, дегенмен де осы ғұрыптық әндердің ішінде жар әні 2-3 немесе көп адамдар орындайтыны туралы айтады. Жар-жардың екі түрін ол белгілейді. Яғни қалыңдықтың үйінде айтылатын жар және күйеу жігіттің үйінде айтылатын жар. Тағы да сол сияқты мына үйлену тойына байланысты көптеген әндерді бұл еңбекте жазып, мына беташар әнінің тирадалы түрде айтылатыны, яғни куплетке бөлінбейтініне ерекше назар аударады. Енді Затаевичтің бұл еңбегінде негізінен әндер архаикалық түрде жазылған. Яғни қазақтың көне музыкалық фольклоры дегенде біз музыканың ең көне түрі сарын ұғымын, сарын этимологиясын сараптауды жөн көрдік. Сарын деген сөз бұл архаикалық сөз. Яғни бұл діни қызметте, бақсылық өнерде көп қолданылады. Яғни діни қызметте Құран оқыған кезде, әр Құран оқыған кезде, әр Құран оқушының сарыны болады. Сарын дегенде бұл, яғни бұл сарынның этимологиясы бұл музыкалық өзек, мотив, мақам деген мағынаға келтіреді. Сарындар әдетте көбінесе диапазоны кварта, квинтадан аспайды. Жоқтау әндеріне сәйкес трихордтық неде болады, трихордтық диапазонда үнделеді. Сарынның пайдалану. Сонымен қатар бақсылық қызметте, екіншісі бақсылық қызметте қолданылады. Бақсылық қызметте, мысал үшін, бақсы өзінің синкреттік өнерін халыққа танытуда белгілі аспаппен өзінің аспапты сарындатады. Яғни, қандай да болмасын бір кішкентай музыкалық өзек қолданылады. Үшіншісі, сарынның қолданылатын аясы бұл ғұрыптық, әдет ғұрыптық. Яғни, арбау баулау емдік мақсатта. Мәселен, бұл арбау баулау емдік мақсатта айтылатын әндерде болған қазақта. Бұл бәдік, күләпсан, жарапазан. Осындай әндердің бірі күләпсан әні. Күләпсан әні сол қазақтың сарыны түрінде жазылған, яғни музыканың әуені ондай бір кең диапазонды емес, өте ықшамды түрде айтылады.